Сәлем достар, менің каналыма кіргеніңіз үшін өте көп рахмет. Біз бүгін осындай өте дәмді әрі әдемі нан пісіретін боламыз. Ол үшін бізге осындай ұн керек, және дрожж, ашытқы және мед. Егер мед болмаса, қант қоссаңыздар да болады. Сосын тұз және зәйтүн майы керек. Егер зәйтүн майы болмаса, оны сұйық маймен ауыстырсаңыз болады. Және әдеттегідей су. Су жылыдан ыстығырақ болу керек, яғни ыстығырақ су болу керек. Алдымен осындай тереңге ыдысқа ыстық суымыздың шамамен жартысын құйып аламыз. Артынан осы медіміз бен дрожжымызды саламыз. Ары қарай венчикпен араластырамыз. Егер венчик болмаса, вилка немесе қасықпен араластырсаңыз болады. Ішіндегі мед пен дрожждың ерігенінше араластырамыз. Араластырып болған соң бетін майлықпен жауып, жылы жерге шамамен 10-15 минутқа қоямыз. Ары қарай ұнымызды дайындаймыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз, тұзымызды саламыз. Сосын дайындалған мед пен дрожждан жасалған опорамызды саламыз. Сосын зәйтүн майымызды құямыз. Ары қарай менде планетарный миксер, соған саламыз. Шамамен 7-8 минут араластырамыз. Қолмен елесеңіз де дәл сондай уақыт алады, 7-8 минутта дайын болады қамырымыз. Бастапқы кезде осындай жай жылдамдықта араластырамыз, ары қарай көбейтеміз ақырын. Осы уақытта қалған суымызды құямыз. Осылай бөліп құямыз. Менің уже қамырым дайын болып қалды. Енді қамырымызды ыдыстан шығарып, қолымызбен жинақтаймыз. Қолымызбен zuvalап, бір икемге келтіріп, тағы да терең ыдысқа салып, бетін майлықпен жауып, жылы жерге 45 минут немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыздың көтерілуін күтеміз яғни. Менде уже қамырым көтерілді. Осы қамырымызды екіге бөлеміз. Осылай екіге бөлінген қамырымызды домалақтап әдемілеп жинаймыз. Осылай жинақтаймыз. Екіншісіне дәл осылай жинаймыз. Осылай әдемілеп домалақтап жинап болған соң, противенімізге пергамент қағазын төсеп, қамырымызды қоямыз. Тағы да қамырымызды 30-40 минутқа қамырымыз көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Менде уже қамырым көтерілді. Ары қарай осылай өрнектерімізді саламыз. Егер сізде қамырды кесе алатындай өткір пышағыңыз болса, онда пышақпен өрнектеріңізді салсаңыз болады. Мен жағдайымда лезвиемен салдым. Ары қарай 180 градуста шамамен 25-30 минутта дайын болады. Немесе одан ұзақ, немесе одан аз уақытта дайын болуы мүмкін. Әркімнің пеші әртүрлі, қарап отырыңыздар. Ал енді осындай өте әдемі дәмді нандарымыз пісіп шығады. Ас болсын, жасап көріңіздер. Ал енді кесеміз нанды. Нанымыз біздің хрустящий болып шығады. Сырты хрустящий, іші өте жұмсақ. Осындай істеп ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп,
лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.